Ислам жігіттер бүкіл өмір түсіндіріп тастаған ғой негізі. Біз просто алыс қараңыз, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның айтқан сөздері да ойланатын болсаңыз бар ғой, негізі кішкене былай ар жақ бер жағына. Әр имам ертең қол астындағыларға жауап береді деген сөз бар да, мысалы, осы мағынада. Осыны көп адамдар ойлайды, мешіттегі имамдар жауап береді деп. Бірақ негізі олай емес. Әр имам деп отқан бар ғой, әр басшы қол астындағылардан жауап береді. Оған кім жатады? Мен мысалы үшін қараңыз, мысалды алайық. Мен бір үйде балам бар, қатыным бар, бала шағам бар ма? Мен олар үшін басшымын. Еркек адам үйдің басшысы ма? Сен әйелің үшін, бала шағаң үшін қияметте жауап бересің. Енді мен кішігірім бір фирма аштым да, қолымда 2 адам жұмыс істей ма? Мен сол екеуі үшін жауап беремін қияметте. Одан да үлкен бір қызметке отырдың, басшысың ба, қолыңның астындағылардан қияметте 10 адам болса да, 100 адам болса да, 1000 адам болса да, қияметте солар үшін жауап бересің. Мен айтқым келген мынау ғой жігіттер. Қазір елімізде көп жігіттер жұмыс істеп жатыр. Сауда, бизнес, әйтеуір стройка дейма, басқа дейма. Не бір жігіттер бар, адамдар жұмыс істетеді да, сөйтеді да ақшасын жейді ғой, бермейді. Бұл бір мысал. Жаңағы, не дейді, айлығын кеседі, қысқартады. Анау, вообще жоқ болып лақтырып кететіндері де жетеді да. Сол ана алданып, ақшасын ала алмай қалғандарға айтайын. Уайымдамаңыз, өкінбеңіз. Қияметте аласыз ақыңызды. Алла тағала бір адамның бір тиынын жемейді. Қайтарып береді. Ұрыспай-ақ та олармен жүре берсін, аман есен. Сен де жүре бер, беймарал жүре бер. Ол қазір саған беретін ақшасы бар мүмкіндігі, бірақ бермей жатыр да, ертең қияметте оның қалтасында ақша болмайды. Бірақ ол сол кезде саған осы қарызды құтылады. Қалай? Сауабын береді. Не болмаса күнәңді арқалайды. Так что еш уайымдама, мәз болып жүре берсін. Ал ана қарызын бермей, қол астындағылардың ақысын жеп, басшы болып бітті, мақтанып жүрген адамдарға, мәз болып жүрген адамдарға айтайын. Қияметте сол қол астында істеген адамдардың әрбірінің ақысын өтемей жәннатқа кірмейсің. Мынау дүниеде айта бересің, мен бүйткем, сен анау, мынау, атмасқы жетеді. Мынау енді ешкім емес қой мыналар, қол астындағылар. Бұлар какой-то ғой, бұл какой-то'ларда жүрген. Сен оларға бермей қоя саласың. Олар саған ешнәрсе істей алмайды да. Бірақ біліп ал, қияметте сен ондай абыроймен тұрмайсың. Тақта отырмайсың ол жерде сен. Жерде тұрасың сол қолың астындағылармен бірге. Сол кезде жауап бересің. Әрқайсысы ақысын алады сол жерде. Не бір бай жігіттер бар да, біраз адамдардың ақшасын бермейді, зарлатып жүр да, бірақ барады да 500 мың, 600 мыңға құдайы береді. Ой, бір жетімге үй салып бердің. Салып беріңіз, дұрыс. Жақсы, салып беріңіз. Салмаңыз деп жатқан жоқпын, бірақ исламда мынандай нәрсе бар. Сауап істеу жақсырақ па, күнәдан қайту жақсырақ па? Қайсы жақсырақ? Сауап істеуден гөрі сауабырақ болады күнәдан қайту. Өйткені сауап істеуге ше нәпсі көп қиналмайды. Күнәні істеуге біздің нәпсіміз, мысалы бір өзің анау нәпсің жақсы көретін бір күнәні істеген кеп тұр ғой, осыдан тоқтау қиындау болады жігіттер. Исламда осындай нәрсе бар. Сауапты істегеннен гөрі бір күнәдан қайту, түсіндіре алдым біз, жеткізе алмай жатырмын. Бір күнәдан қайту сауабырақ болады. Сен 100 мың, 200 мың теңге садақа бергенше бар ғой, ана жылатып жүрген адамдарың бар ғой, сол 100 мың, 200 мың теңге сол ақшаны соларға берсең, қияметте саған жеңілдеу болады.